Облыс әкімі Дархан Сатыбалды мәдениет саласын дамыту бағытындағы жұмыстарды саралау үшін мәдениет және өнер қайраткерлерін қабылдады. Режиссер, әнші және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері қатысып, Түркістанда өнер, мәдениет саласын дамыту бағытында пікір алмасты. Биыл Конгресс-холл көпсалалы кешеніне қосымша мәдениет қызметкерлеріне 100 штат бірлігі берілді. Жаңа жұмыс орындарына мамандар алу үшін арнайы хабарлама жіберіліп, әлеуметтік желіде таратылған. Сондай-ақ Астана, Алматы қалаларына өкілдер жіберіліп, өнер мамандарын даярлайтын жоғары оқу орындарында ақпараттық түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде арнайы кастинг жарияланып, алғашқы іріктеуге Қазақстанның әр өңірінен өтініштер келіп түскен. 2 күн кастинг болды. Сұмдық бірінен бір өткен талантшылар өте кепті. Көп кепті енді. Соның ішінен кейден Алматыда үлкен жерде жүріп, бір-екі адамның басын қосып айтайын десеңіз, үйлеспейтін екі дауыс табу біраз ұзақ болатын. Бірақ мынаның бәрі бірін-бірі іздеп келген сияқты үлкен ұжым кепті. Ең бірінші аузыма есіме мынандай ат келді. Жалпы құстар қайтып келеді деген мюзикл жасайық. Енді Түркістан деген түркі жұртының үлкен астанасы. Бұл жерде қандай руханият болды, қандай мәдениет болды, қаншама кітапхана болды, ғасырлар өтті, әртүрлі замандар өтті. Сөйтті Түркістан бәрі кетті, қайттан Түркістан өзінің түлеу дәуіріне келді. Сол кезде Түркістанның сол ата-бабаларынан қалған ұрпақтары құстар қайтадан оралып жатыр. Облыстық мәдениет және туризм басқармасы осы бағытта бекітілген арнайы жоспарға сәйкес қазіргі таңда шығармашылық ұжымдарды қалыптастыру жұмыстары туралы баяндады. Сондай-ақ жиынға келген өнер қайраткерлері де атқарылып жатқан жұмыстардың маңызды екендігін атап өтті. Бейсенбай Дүйсенбаев айтты, осы 100 штат ашып жатырмыз. Осы ішінде жақсылар болатын болса алып қаламыз деген сияқты. Оларға да жастарға мотивация болып жатыр. Қазақстанда қазір 64 мың қатарда мәдениет қызметкері бар. Енді осы сразу Түркістан енді биыл сіздің енді қолдауыңызбен ғой 64 мың 100 болып отыр ғой. Жыл сайын оқу бітіретіндер көп те, бірақ штат жоқ, жұмыс орындары жоқ. Ал бұл енді қазіргі мына жастарға, оның ішінде жаңағыдай жастарға үлкен мотивация, болашақтарына жол ашу болып айтқан кезде. Жиынға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері мен өнер майталмандары қатысып, Түркістанда мәдениет саласын дамытуды талқылап, пікір алмасты. Түркістан енді тек қана зданиемен бәрі керемет көркеме, өнерімен де бірге даму керек деп ойлаймын. Сол идеологияда мықты мамандар келіп жұмыс істеу керек. Арнайы жүйелі түрде жұмыс істеу керек. Мен бастамасына сәттілік тілеймін. Өзіңізге рахмет, осындай қолдау беріп отқандарыңызға. Әсіресе өнерлі адамдарға, таланттарға қолдау. Бүгінгі болып отқан тамаша етіп жатыр. Жан-жақтан келіп жатыр екен. Енді ол жерде де конкуренция мықты. Нұрекең өзің көрдің ғой, білесің. Райымбек Сейтімбетов ағамыз да келген кезде қандай шәкірттер тәрбиелеп кетті. Қандай тамаша із қалдырды. Соқсат бізде атымызды осы жерден қалдырайық деп ойлаймын. Айта кетейік, бүгінде Алматы, Шымкент, Қарағанды, Тараз, Қызылорда, Петропавл қалалары мен Түркістан облыс аудандарынан 80-ге жуық түрлі өнер иелері келіп, өз бақтарын сынаған. Байқау нәтижесінде 54 жас маман іріктеліп алынды. Жаңа ұжыммен продюсер, режиссер, сценарист, тележүргізуші Сержан Молдасанұлы тығыз жұмыс жасайды деп айтылуда. Гүлім Мұратәлі, Нұрлан Алтынбеков, Әділет ақпарат.